6 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Сәлеметсіңдер ме, кішкентай достар, және олардың ата-аналары. Эфирде өнерлі өркен балалар хабары және оның жүргізушілері. Мен Бағмай және Еламан. Бағмай, бүлдіршіндердің балдырған бал тілі сондай тәтті десенші. Ендеше, бағдарламамызды балапандардың бал тілімен тақпақтарына кезек берсек. Олай болса, бүлдіршіндердің өлеңдерін бірге тыңдайық. Бала баламыз, мақсамызға боламыз, күні бой қысқа батамыз да қаламыз. Шашымды ойып таяған, қабағыма қаяған, үлкен кісі демейді, шайды оны баядам. Құйтпен майын динаған, баяй айға шияған, бұл әземнің өмірі таусырмайтындай маған. Құлын таппай мақтанбай, олын таппай мақтанбай, құмаланып саттанбай, ойнап босқа көлуге, бір нәрсеге асық бол, адам болайын десенің тіреуін өмел алдында. Оқығанды көңілге оқыласпен тоқылық. Мы ногами хоп, топ, 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 мы плечами чик-чик-чик-чик, вас сюда, вас туда, повернись вокруг себя, вас два, заниматься нам пора. Жаз келді задырап, ойын салып қоятын, далаладан таладан саяхатқа шығатын. Жазда кетті асығып, балаларды қуантып, жазда келді балалар қуантып пайтақ жеріміз. Жазда келді балалар бұзықтағын қоймайды, дүкендерге барып ап тәттірерін сұрайды. Ойыншықтарды жинаймын, бөпелеге сыйлаймын, тәрбие білім үйреткен бала бақшамды қимаймын. Қолыма гүл алам, дайын дәптер қаламын, таң қалдырып достарымды мен мектепке барамын. Танар берген теңдесі жоқ дарасын, асылымсың, ардағымсың, данасын. Ол қызыңды махаббатқа бөлейтін, жүрегінен айналайын анашым. Ертөстігімден елім, ерте ғылым сететін, тәлім алған еліктен, ол қазақтың өркені. Ертөстікте бақсан, на біздің тілек, отан ертені тынысымен тірегі. Қазым қаңқылдап, суда жүзіп салқындап, сен жасайын дейсің бе, кәмпит берші дейсің бе? Жоқ, кәмпит жеуге болмайды, тары менен бидай шаш. Авторы Мұзафар Әлімбаев. Ана десем, ана тілі ойға оралады, баладай қуанасын тойға барар. Тыңдасаң көне ағызды, көркем нақыл ұлжамда қанжығама байлап алады. Тере білсе бір ауыз қара өлең, неше миллион інжу маржан шамаменен, қанша гүлде қазақ тілі бақшасы, қандай дана өлшене, қандай бағаменен. Ерке тіл, еркелі күш тіліменен, ерке жан айналайын күніменен. Ақ ботам қоңыр қозым алтын айып, қанша рек жүрек толқып сүйегені. Ана тілі ырысты ма, құнды ма деп сұрамас, тегін білген сұңғыла. Туған тілде аз қайырған сайынға, оқығандай серпіліп қай бір дұға. Шылғытар орыс тілдің ұржастары, жарқырап қазақ тілдің алмастарды. Қалқына ұржа салған айта алады, кім қосты сандығына мен қосқанды. Жұлпалы қырдан аулан гүлдер таптым, өмірше өзімізден тілден таптым. Тілекен жемістің жұлпалысы, аялап халық бақтың, тілмен бақтым.
үйренеміз, өнеріміз, шетімізде шеберіміз, бал татыған әндерді, мон бұралған билерді үйреткен балабақшаға көп рахмет. Осы деймін да Бағымай, біздің елде өнерлі балалар өте көп қой шіркін. Ол сенің есіне жайдан жай түскен жоқ қой. Мұны мене айтқын келді. Қане, құлағымыз сенде. Оның еш құпиясы жоқ. Біз өнерлі үлкен бағдарламасы үнемі балабақшаларға барамыз, солай емес пе? Соған өзінде куә болып жүрсін. Сонда өздері кішкентай болса да талантты бүлдіршіндерді көріп жүрміз. Ондайларды тума талант дейме? Мен де іштей мәз боламын. Біздің достарымыз шетінен мықты. Ендеше оған тағы бір көз жеткіздік. Біздің балғындар өскенде Қайрат Нұртас, Ернар Айдар, Төреғали Төрәлі сияқты хит әнші болғысы келеді екен. Хит әнші дегеніңді ұқпадым досым. Оны қазір түсінетін боласың. Ән тыңдадық, енді биге қалай қарайсың? Үнді бие. Ал сен үнді биінің тарихын білесің бе? Жоқ, білмеймін. Ендеше қысқаша мәлімет беріп өтейін. Сендерді достар мұйхат тыңдап, керек болса тіпті жазып алып та отырыңдар. Дәл қазір мен билеп тұрған би біздің заманымыздан бұрын 400 жылдары пайда болған деседі. Оның әрбір қимылы адамның не айтқысы келгенін түсіндірсуі керек. 36 томнан тұратын Натия Шастра шығармасы бойынша қойылған. Ол көптеген түрге бөлінеді. Менің өкінішке орай оған тілім келмейді. Мойындағанына рахмет. Десе де біраз мәліметті айттың. Ал енді кезекті би. Біз де қарап тұрмай білейік.
сказали, и она заплакала, да кап-кап-кап закапала. Кап-кап-кап, дождик пошел, кап-кап-кап, дождик пошел. Мыши сразу задрожали, мыши в норке побежали, полетели птицы вниз, да птицы сели под карниз. Кап-кап-кап, дождик пошел, кап-кап-кап, дождик пошел. Пес по имени Барбос струсил не на шутку, еле ноги он унес свою собачью будку. Кап-кап-кап, дождик пошел, кап-кап-кап, дождик пошел. Ну а мы с тобой не тужим, босиком бежим по лужам, брызги прямо ввысь летят, с тучею встречаются, а потом они назад да с неба возвращаются. Шлеп, 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 дождик идет, шлеп, 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 дождик идет. Тучку бедную простили, тучку с миром отпустили, тучка плакать перестала, а потом совсем пропала. Кап-кап-кап, дождик прошел, Кап-кап-кап, дождик прошел, кап-кап-кап. Бәрекелді, ән де тыңдадық, өлең де оқылды, тіпті би де беленді. Енді тағы не қалды? Енді не қалды дейсің бе? Бірге үйренейік айдары қалды ғой. Келіңдер, енді бәріміз бірге достарымыздың не жасайтынын көрейік. Достарымыз да күтіп қалған болар. Сәлем достар. Эфирде бірге үйренейік айдары. Бүгін Айжире мен Гүлназ қандай нәрсе жасауды үйретеді екен, қандай нәрсе жасайды екен деп күтіп отырсыңдар ма?
Достар, бүгін біз сіздерге ақша салатын портмоне жасауды үйретеміз. Ол үшін бізге көп заты қажеті жоқ. Әдеттегіндей түрлі қағаз, желім және де наклейка болса болды. Алдымен қағазымызды алып, барлық шетін бірдей етіп бүктеп аламыз. Теңдей болып шығу керек. Және осыны ашып алып, жазып, сызықпен бірдей бүктейтін боламыз, екі шетін бірдей. Сызықтан асып кетпей керек, барлық шеті теңдей болып шығу керек. Енді осы теңдей етіп бүктеген қағазды тағы да осылай бүктейміз. Енді осы қағазымызды керісінше қайырып, шеттерін сәл ғана бүктеп шығамыз. Мінекей былай. Және осы бүктелген қағазымызды желім, яғни кіре арқылы сызықпен бірдей істеп шығамыз. Қиып тілейлейміз. Міне ұзынша болып тұрған қағазды ортасынан бір бүктейміз. Енді сыртын сәндейміз. Достар, сыртын сәндеген кезде сіздер қалауларыңыздай сәндесеңіздер болады. Мысалы, сурет жасаңыздар болады, неше түрлі наклейкалар жапсырсаңыздар болады. Ал мен болсам сурет салғым келіп тұр. Ал мен наклейка жапсырам. Мінекей достар, біздің портмонеміз дайын болды. Жасалу жолда оп-оңай. Ешқандай қайшы қолданбайсыздар. Қайшының керегі де жоқ. Ешқай жерін қырықпайсыздар. Бар болғаны клей және желім, және түрлі түсті қағаз, және наклейкалар керек. Достар, егер сендер ақша жинап жүрсеңдер, қаяғы салатындарын білмесеңдер, осындай портмонені жасап салсаңдар болады. Сонда тиындардың әр жақта шашылып жатпайды. Әдемі бұйымдарды жасауды бірге үйренейік. Сау болыңдар, достар. Осымен бізге берілген уақытта аяқталып қалды. Біз сендермен қоштаспаймыз. Жүздескенше, достар!